Баршаңызға сәлем. Бүгін YouTube асханамда осындай дәмді құймақ дайындау құпиясымен бөлісіп, ерекше әдемі раушан гүлі түрінде орау тәсілін көрсетемін. Видео рецептіні соңына дейін көріңіздер. 2 дана жұмыртқаны ыдысқа жарып саламыз. Үстінен жарты шай қасық тұз, 3 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып тұрып, 1 стақан сүт құямыз. Ұн түйіршіктеліп қалмау үшін араластырып тұрып ұнын саламыз. Құймақтың қамыры қою, қаймақ сынды болуы қажет. Зәйтүн майын құямыз. Стақанға 1 шай қасықты толтырмай сода салып, үстінен жаңа қайнаған ыстық су құямыз. Дайын қоспаны құймақ жасауға дайындап қойған қамырға қосып, жақсылап араластырамыз. Табаны майлап, жақсылап қыздырып аламыз. Табамыз қызды, енді құймақты құйып пісіруді бастаймыз. Міне құймақтар осындай сүйкімді болып шығып жатыр. Қалған құймақтарды да дәл солай пісіріп аламыз. Қараңыздар, тесік-тесік болып, орысша айтқанда ажурные блинчики шығып жатыр. Құймақтар дайын. Осындай болып шықты. Міне қараңыздар, қарапайым рецептімен ақ осындай тесіктері бар жіп-жіңішке құймақ жасауға болады. Негізгі құпиясы қамырына соңынан содамен қайнап тұрған ыстық су қосқандықта. Ал енді басында уәде еткенімдей дастарханға раушан гүлдері сияқты орап, ерекше ұсынуды көрсетейін. Құймақты видеодағыдай етіп орап, тізе бересіз. Міне дайын. Енді өзіңізге ұнайтындай қойытылған сүтпен, қаймақпен, сүзбемен ұсынсаңыз болады. Ас болсын. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар. Соңына дейін қарағаныңызға рахмет.